Ислам ағарту порталы ұсынады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Уассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Бүгінгі хадисіміз мынандай хадис. Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям иза амарахум минал а'мали бима ютиқун. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына қандай да бір істі бұйырғанда, әмір еткенде, оларға шамасы жететін істерді бұйыратын. Қалу инна ласна кай хайатика я Расулаллах. Сахабалар деді екен, я Расулаллах, біз сіз секілді емеспіз ғой деп. Инна Аллаха қад ғафара лака ма тақаддама мин замбика ва ма тааххар. Алла сенің өткенде болатында күнәларының барлығын кешіп қойды емес пе? Фаяғдабу хатта юърафул ғадабу хатта юърафал ғадабу фи вajhihi. Фаяғдабу хатта юърафал ғадабу фи вajhihi. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ашуланғандығы бетіне білінетіндей ашуланады екен осы сөзді естігенде. Сумма яқул, кейін былай деп айтады екен. Инна атқакум ва а'ламакум биллахи ана. Сендердің араларының ішіндегі ең Алладан қатты қорқатын және Алланы ең жақсы танитын мына менмін. Хадисті риуаят еткен имам Бухари рахимахулла. Ғалымдарымыз былай дейді. Бұл хадиске сүйеніп. Қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кісіге тек шамасы жететін нәрсені бұйыратын дейді. Бұл негізі Құранның аятынан алынған. Алла да Құран кәрімде дейді, Алла құлға шамасы жетпейтін істі жүктемейді дейді Алла. Яғни сіз бен біздің күнделікті жасап жүрген құлшылығымыз біздің шамамыз жететін нәрселер. Сондықтан ертең Құдайдың алдына барғанда ешкім айта алмайды, мен намаз оқуға шамам жетпеді деп. Айта алмайды. Және айтқан күннің өзінде ол сылтау не қылмайды? Қабыл етілмейді. Менің жұмысым болған еді, менің мансабым бар еді, менің басқа нәрсем бар еді деген нәрселердің ешқайсысы қабыл етілмейді. Себебі Алла Құранында айтқан, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оны күнделікті тіршілігінде көрсете білген, және сахабаларына дәл сондай істі не қылатын болған, шамасы жететін істі жүктейтін болған, шамасы кететін істі бұйыратын болған. Сахабалар қараңыз не деген? Я Расулалла, Алла сіздің күнәңіздің барлығын кешіп қойған. Біз ондай емеспіз. Біз одан да артығын істегіміз келеді деп қиын нәрсеге ұмтылған. Бұл адамның табиғатында бар нәрсе. Мәселен, біз алғаш рет намаз оқуды бастаған кезде, немесе мұсылманшылықпен алғаш танысқан кезде не қыламыз? Көп намаз оқуға тырысамыз. Көбірек нәпіл намаз оқуға тырысамыз. Қасиетті түндерді өткізіп алмауға тырысамыз. Бірақ қазір уақыт өте келе оның барлығы не қылады? Ол сезім сізде азаяды. Біздің ұстаздар айтады, медресеге келгенде шәкірт жақсы болатын дейді. Бірінші курсқа келген кезде өте жақсы болатын дейді. Соңғы 4-ші курс келгенде ықыласы азаятын секілді дейді. Негізінде олай болмау керек. Бізде керісінше, бізде мұсылман көп білген сайын, пәтуа үкім көп білген сайын не істей береді? Біздің мұсылмандар сондай қазіргі заманда не істей береді? Сол оңай жағына қарай не істей береді? Ауа береді. Бірақ бұл аудың да несі бар? Бір шегі болады, тоқтайтын жері болады. Сахабалар керісінше істеген. Не істеген? Бізге қайшы тұсы, ол кісі олар қиыннан ұмтылған. Біз одан артығын ұстаймыз деп. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям керемет бір шектеу қойған. Не деген? Сендердің араларында Алладан ең қатты қорқатын менмін, ең Алланы жақсы танитын менмін. Сондықтан менің істегенімді істеп жүріңдер жеткілікті. Мәселен, бір адамның күнде ораза ұстауы болады ма? Болады күнде ораза ұстауы. Негізінде. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өте әдемі сүннет тастап кеткен. Дүйсенбі, бейсенбі деген секілді. Немесе айдың 3 күні ортасындағы 3 күн деген секілді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям белгілі бір өлшемдер қалдырып кеткен. Сіз бен бізге түскен міндет сол өлшемнің негізінде не қылуымыз керек? Әрекет жасауымыз керек. Және мән берсеңіз, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай деп жатыр.
араларындағы Алладан ең қатты қорқатын менмін. Алланың азабынан ең қатты сақтанатын ол менмін деп жатыр. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қандай болған еді? Мұхаддис ғалымдар айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның ішкі жан дүниесінде, күнделікті тіршілігінде Алланың әмірлеріне тағзым ету болатын. Бір. Екі, Алланың әмірлеріне мойынсыну болатын. Екі нәрсе. Тағзым ету деген білесіз ба? Қазақша тағзым ету дейді. Тағзым ету деген сөз сол істі не қылу? Ұлықтау. Басқасының барлығына не қылу? Сол істі қадір тұту. Сол істі барлығына не қылу? Артық көру. Тағзым деген сөз. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бүкіл іс-әрекетінде сол нәрсе байқалатын болған. Қандай? Мәселен, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам намаздың уақыты көргенде ешкім танымайтын дейді. Себебі Алланың несі келді? Әмір келді намаз оқы деген. Намаздың уақыты кірді дегенде не кірді? Алланың әміріне деген тағзым көрсету керек болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи Айша анамыз айтады, біздің арамызда жүретін дейді. Намаздың уақыты көргенде бізді танымайтын дейді. Біз ше? Сағатқа бір қарап қоясың, бар ғой деп жүресің. Түсіндіңіз ба? Рас па? Рас. Рас. Кісі пайғамбарымыздың несімен жүру керек? Қойған өлшеммен жүру керек. Ол да өлшем осындай. Жұмаға баруыңыз келген болған уақытта не қылу керек? Жұманың уақыты кіргеннен бару керек. Садақа беретін болсаңыз, немесе зекет беретін, зекет беретін болсаңыз, зекеттің уақыты кірген кезде дереу не қылу керек оны? Өтеу керек. Сол үшін ханафиларда қажылыққа шамасы жететін кісі дереу қажылыққа кетуі керек. Қажылықты кешіктіруіне болмайды. Күнә болады. Шамаңыз жетті ма қажылыққа баруға? Бұлай деп айтуға болмайды. Келесі жыл барам ғой асықпай деп. Келесі жыл деген нәрсе болмауы мүмкін. Келесі жыл деген мүмкіндік қайтып айналып келмеуі мүмкін. Сондықтан кісі дереу не істеу керек? Дереу соны орындауы керек. Ғалымдар айтады, мұсылманның бойында осы екі қасиет болу керек. Әуелгісі Алланың бұйырғанына тағзым көрсету керек. Екіншісі Алланың жаратқан мақлұқатына мейірімді көрсету керек. Екі-ақ нәрсе. Алланың бұйырғанына тағзым көрсетуіңіз керек. Екіншісі Алланың жаратқан барша мақлұқатына, адам болсын, адамнан тыс болсын, барлығына бірдей не көрсетуіңіз керек? Мейірім көрсетуіңіз керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірінде осы екі нәрсе ұдайы жүрген. Ұдайы жүрген. Мысалына келетін болсақ, пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның Алланың аяттарының, Алланың әмірін қалай тағзым еткендігіне бірнеше мысал келтірейік. Қандай бір риуаятымыз бар. Ақра ибн Хабис, Уайн ибн Хисын деген кісілер пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға келеді. Олар келсе, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Біләл, Сухайб, Аммар, Хаббаб және сол секілді пақыр, ешкім жоқ, міскін мұсылмандармен бірге отыр екен. Аналар не? Ана келген екеуі байлар. Мыналар қарапайым, бейшара, жағдайы жоқ сахабалар. Бұлар пайғамбарымыздың жанында отырған мұсылмандарды көріп, қор көріп, пайғамбарымызға былай деген: біз үшін мыналардан басқа бір бөлек бір мәжіліс жаса. Сол жерде біз бөлек отырайық, мыналарға қосылмайық. Осылай істесек, арабтар мыналардан біздің артық екенімізді түсінеді. Себебі Меккеге әртүрлі араб руларынан нелер келеді? Адамдар келеді, елшілер келеді, делегациялар келеді. Олар біздің мыналармен отырғанымызды көрсе, біз не істейміз? Ұяламыз. Бұлармен бірге отыруды. Бізбен әлгі мәжіліс біткен соң, олармен отыра бер, оны өзің білесің дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: жарайды дейді. Ана
Екеуі бұнымен шектелмейді. Бұл жетпейді дейді. Бұны бізге қағаздың бетіне түсіріп берді. Осылай болатындығына. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алиді шақыртқан. Қағаз сұратқан. Сөйтіп, ана Біләлдер айтады, біз бір бұрышта отырған едік дейді. Сол кезде Жибрил келіп, Алла елшісі мынандай аят түсірді дейді. Таңертеңнен кешке дейін Аллахтың разылығын тілеп, Раббыларына дұға жасап жатқандарды бар ғой, жаныңнан қума. Олардың есебінен сен жауап бермейсің сен олардың есебінен. Жағы екеуінің, екі мүшриктің сен есебіне жауап бермейсің, жауап бермейсің. Сенің есебінен де олар не қылмайды? Жауап бермейді. Егер сен мына жаныңдағы мұсылмандарды жаныңнан қуатын болса, сен залымдардан боласың деген аяттар түсті дейді. Ан-Наъм сүресінде. Аят түскен бетте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қолындағы әлгі қағазды дейді, лақтырып жіберіп, бізді шақырды дейді. Шақырып айтты дейді. Бізбен амандас дейді. Ассаламу алейкум деп айтты дейді. Және сендердің Раббыларың өзіне мейірімділік пен кешірімшілдікті өзіне әдет етті деп айтты. Біз сөйтіп оған жақындадық дейді. Сахабалар айтады. Жақындағымыз соншалықты біздің тізелеріміз оның тізесіне тиіп отыр еді дейді. Бұл аят түскеннен кейін дейді, біз Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан бұрыннан отырып келатқанымыздай отыратын болды. Бірақ тұрғысы келіп, бұрын сондай еді. Бұрын тұрғысы келген уақытта тұрып кететін еді. Мына аят түскеннен кейін бізбен қимылдамай не қылатын болды? Отыратын болды дейді. Басқа бір риуаятта Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір аят түскен кезде сахабаларын іздеп тауып алған мешіттің ішінен. Содан былай деп айтқан дейді. Жанымды кеудемнен алмай тұрып, үмметімнен мынандай адамдармен бірге болуымды, сабыр етуімді әмір еткен Аллаға мадақ болсын. Бұдан былай өлімім де, өмірім де сендермен бірге деп айтқан. Түсіндіңіз ба? Мұнда мыналар не жасап жатыр? Ұсыныс жасап жатыр мынандай. Сахабалар мына бір шетте қалып кеткен. Алланың аяты түскен, қолдағы қағаз лақтырып жіберіп, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Алланың түскен аятына не көрсеткен? Тағзым көрсеткен. Мұсылман кісі дәл осындай болуы керек. Алланың бұйырғаны саған айтылған уақытта тоқтай білу керек. Алланың тыйым салғаны саған айтылған кезде одан тыйыла білу керек. Омар радиаллаху анху халифа болып тұрған шағында Уай ибн Хисм, мынау тағы да сол. Дәл осы келгендердің біреуі. Мұсылман болғаннан кейін. Омарға кіргісі келеді Омардың құзырына. Омардың құзырында бір соның туысқаны болады, Хур ибн Қайс деген. Ол қари болады. Айтады, Хурға айтады, сен Омар танисың ғой. Бір ебін тауып Омармен мен кездестірші дейді. Хур барып Омармен сөйлеседі, Омарда кіруіне рұқсат береді. Омардың құзырына кірген кезде анау сәлемдеспейді де, халифа деп те айтпайды, былай дейді. Ей Омар дейді. Сен біздің арамызда әділдікпен үкім жасап жүрген жоқсың. Құдайдың саған бергеннен бізге бөліп беріп жүрген жоқсың. Омар мұны естігенде қылышын қынабынан суырып алады. Сол кезде әлгі Хур сөзге араласып айтады. Я амирал муъминин, уа момындардың әміршісі. Алла пайғамбарына айтпай ма? Жақсылық жолын ұстан. Надандардан сырт айнал. Надандарға мән берме. Валлахи мынау надан деп айтады. Омар аятты естіген еді, қылышты қайтып қынабына салды дейді. Мұсылман осылай болу керек. Мұсылман кісі осындай болу керек. Алла саған Құранда өстіп айтып жатыр дегенде, біздің ел не деп айтады? Айтып отырсаң, Құранда осындай аят бар десең. Бар ма екен? Точно сондай ма? Сөйтіп айтады, мүмкін бізге емес шығар. Бұрынғы қауым бізге емес шығар дейді. Сен молдеке дұрыс айтпай отқан шығарсың дейді. Тақуалық деген солай болады. Тақуалық деген сөз қолыңа тәсіп алып, мен тақуамын емес.
Түсіндіңіз ба? Олай емес. Немесе тағы да бір іспен айналысу емес. Алла саған бұйырып, осылай бұйырып жатыр деген кезде сол бұйрықты орындау. Алла саған мынаған тыйым салып жатыр десе, содан тыйылу. Шынымен солай ма екен? Мәселен, Абу Бакр радиаллаху анхудың қызы Айша анамызға жала жабылған. Білесіздер, атақты ифк оқиғасы бар, жала жабу оқиғасы бар. Сол жала жапқан кезде мұсылмандар, қой, олай болмайтын шығар деп не қылмағанда ешкім. Көбісі неге үндемей қалған біреулер соған қосылып кеткен, жамандап жатқандар, шынымен солай шығар деп. Түсіндіңіз ба? Сол жала жапқандардың ішіне, қосылғандардың ішіне Абу Бакрдың туысқаны болған Мистах деген. Бұл Мистах өзі пақырлау кісі екен, кедейлеу. Абу Бакр соған не қылып жүреді екен? Жағдайына қарайласып жүреді екен. Асық түлекті береді, ақшалай көмектеседі, әйтеуір жағдайын жасайды, көмек береді. Сол жала жапқандардың ішінде Абу Бакр Мистахты көргенде айтқан: сен де жүрсің ғой жерде деген. Уаллахи деген, уаллахи, мен саған енді ешқандай жақсылық жасамаймын. Уаллахи деген. Сізге де қиын ғой, Мысалы, сіз бір адамға жәрдем беріп жүрсіз, өзіңізге жақын тартып жүрсіз, сізге шабуыл жасағандардың ішінде сол бар. Қиын ғой, бөтен танымайтын біреу болса айтасың, жарайды қойшы деп. Бірақ саған жақын жүрген, сен өзің қолын созып жүрген бір адам бұндай нәрсе жасаса, жаныңа батады ғой. Айша анамыз айтады. Содан Алла дейді, мені ақтайтын аяттар түсірді дейді, көкте. Менің пәктігімді көрсетеді. Сол аяттың ішінде Алла былай деген айтып еді дейді. Сендердің араларынан кеңшілік, байлық берілгендері бар ғой. Солар өзінің жақынына, туысқанына бұдан былай жақсылық жасамаймын деп ант ішпесін. Олар не, Раббыларының өздерінің күнәларын кешіруін қаламай ма деген аят түсті дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям барып Абу Бакрге оқыды дейді. Абу Бакр аят тыңдап айтты дейді: Аллахи, күнәмнің кешіруін қалайын деп айтты дейді. Мистахты шақырып айтты дейді: Мистах, бұдан былай бұрынғы берген нәрсемді қайтадан берем деп айтты дейді. Одан артығын берді дейді, басқа бір риуаятта. Одан несін беретін болды дейді? Артығын беретін болды. Сахабалар осындай болған. Осылай болған. Бізге бір аят айтып жатсаң, біздің медресенің ішінде болған уақиға. Бір балаға бір аят айтып жатсаң, айтады: тәпсірін көрейік та, оны. Ғалымдар о жайында не депті? Сен не қыласың? Мен саған айтып тұрмын ғой, солай екенін мағынасы. Адам не істеу керек? Орындау керек. Абдулла ибн Омар радиаллаху анху бір күні қызметшісіне ертіп екеуі келатып далада. Меккенің сыртына шығып кеттік дейді. Сөйтсек, ашығып кеттік дейді. Сонымен қарасақ бір қойшы жүр дейді, таудан түсіп келе жатыр екен, малын бағып. Сол қойшыға Абдулла айтты дейді: бір қой сатсай маған деп айтты. Қойшы айтты дейді: қойдың иесі мен емес, қожайыным бар, мен құлмын деп айтты. Қой сататындай нем жоқ, құқым жоқ қой сататын. Абдулла айтты дейді: қожайының айтасы қасқыр жеп кетті деп. Сонда әлгі құл айтты дейді: Алла қайда қалды деп айтты дейді. Алла қайда қалды деп. Абдулла айтты: шынымен Алла қайда қалды деп айтты. Содан Абдулла жылады дейді отырып. Содан ерінбей ана қойшыны ертіп алып, қожайына ертіп апарып сатып алды дейді. Құлды сатып алды дейді. Сөйтіп азат етіп жіберді дейді. Басқа бір риуаятта құлды сатып алған, плюс ана есіктің алдында жайып жүрген қойынды сатып алдына алып бағып салып берген. Осымен күн көрді. Құлды сатып алған, және нені сатып алған? Қойды сатып алып алдына салып берген. Сен осымен күн көр бұдан былай. Сахабалар осындай болған. Алланың әміріне тағзым ету. Алланың әміріне тағзым көрсете білу. Жәннатқа кіру оңай емес.
Жәннатқа кіру оңай емес. Ла илаха илlallah Мұхаммед Расулалламен не қылмайсың? Құтылмайсың. Немесе әшһәду ан ла илаха илlallah ва әшһәду анна Мұхаммадан абдуху ва расулуху мен бітпейді бұл іс. Бұл істің несі бар артында? Артында жүгі бар. Бұл сөзді айтқаннан, бұл сөзді түсінген соң, бұл сөзге сай амал ете білу керек. Қараңызшы қандай, тағы бір риуаят келтірейін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Худайбия деген жерде келісім шарт жасалады, білесіздер. Келісім шарт мүшриктермен, Худайбия деген жерге барады. Негізі қажылық жасауға ниеттенеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, сахабалар ниетіп апарып, бірақ мүшриктер не қылмайды? Кіргізбей қояды. Жерде біраз күн тұрған соң арада елшілер жіберіп, біраз неге келеді? Келісім шарттарға келеді. Келісімге келген соң, келісім келесі жыл жасайтын болады қажылықты. Бірақ қайту керек болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не істейді? Түйелерді шалыңдар дейді құрбандыққа. Шаштарыңды алыңдар, түйелерді шалыңдар деген бұйрық береді. Енді қараңызшы, Құдайдың құдіреті. Абу Жахилдің бір түйесі болады. Бәдірге мініп келген. Бәдір шайқасына. Абу Жахил өледі, түйе не болып келген? Олжа болып түскен. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол келген құрбандыққа шалатын түйелердің алдына белгісі болады. Құрбандыққа келе жатыр деген. Сол түйелердің бәрін не салған? Құрбандыққа шалынатын түйе деп белгі салған. Сол түйе Меккенің жанында Құдайбия деген 30 шақырымдай жерде. Түйелердің арасынан сытылып шығып үйге қарай тартқан. Абу Жахилдің үйіне қарай. Артынан Амр ибн Анама деген сахаба артынан барған. Амр деген сахаба артынан еріп барған. Радиаллаху анху. Түйе Абу Жахилдің үйіне дейін барған. Амр түйені алып кетем дегенде біреулер не істеген? Алып кетпейсің деген. Меккенің ішінде. Сонымен біреулер айтқан, сен бұл түйеге тиіспе. Түйе не? Андай түйе болғанда өте қымбат түйе. Бағалы түйе болған. Асыл тұқымды деген сияқты. Өте бір жақсы түйе болған. Сапалы жақсы. Ұсыныс жасаған Амрға. 100 түйе берейік орнына. Нан тастап кет. 100 түйе. Амр пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам барып айтады, аналар айтып жатыр. Мына түйені тастап кет. Орнына 100 түйе беріп жатырмыз. 100 түйе береміз деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мүшриктерге қарап былай деген екен. Егер біз ол түйеге құрбандық деген белгі салмасақ, салмастан бұрын келіп сұрағандарына беретін едік. Бірақ құрбандық деген белгі салып қойдық, ренжімеңдер, бере алмаймыз деген. Бұл түйе шалынады деген. Сізге біреу айтса, бір қошқар тастап кет, орнына 100 қошқар беремін десеңіз, давай дейсің. Қараңыз. Мен белгі салдым депті, біз оған белгі салдық. Белгі салған соң, бұл түйе қандай болса да, қандай керемет болса да шалынады. Алла жолында. Біз оны сатайын деп жатқан жоқпыз, айырбастайын деп жатқан, біз Алла жолына оны берейін деп жатыр. Және ұмытпаңыздар, Алла жолында несі беріледі? Ең жақсысы беріледі. Ең жақсысы. Малдың жақсысы беріледі. Бұл да пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнен көрсетеді. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның Алланың әміріне, Алланың бұйрығына тағзымын көрсетеді. Сахабалардан біреуін кетірейін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біреу айтқан, бір хадисте былай деп айтқан екен. Егер сіздің араларыңызда біреу өз қызметшісін ұрып жатқан кезде, егер ол Алланың атын атап, Алла разылығы үшін ұрма деп айтатын болса, қолын тартып алсын дейді. Түсіндіңіз ба? Қызметші бір нәрсені білдіріп қояды, істі жүн демейді, құл күң деген сияқты. Соны сабап жатқан Құдай үшін ұрмашы десе, ұрмай-ақ қойсын деген. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл хадисті естіген Абдулла ибн Омар радиаллаху анху ешқашан ешбір құлын лағнеттемейді екен. Бір күні бір құлы бір нәрсені білдіріп қойған кезде қызметшісі Аллахым, мынаны лақ деп аузына қалып кеткен, ар жақ айтамаған. Лақ есіне түскен де мына сөз. Лақ деп қалып кеткен. Содан кейін
Анан жаңағы қызметшісінің бетіне қарап тұрып айтқан: сен жүре бер, азатсың деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осы сахабасына, осы хадисіне амал еткен Абдулла риуаят бойынша Нафиға айтады, құлы, азат еткен құл айтады, шәкірті бір жағынан. Абдулла былай деп дұға ететін дейді: ей Аллахым, менің жанымды 1000 құл күн азат етпейінше алма деп сұрайды екен. 1000 құл күн азат етпейінше. Нафиға айтады: Алла дұғасын қабыл етті дейді. Дүниеде өткенге дейін 1000 құл азат етіп кетті дейді. Былай мешітке жай келеді екен Абдулла. Содан намаз оқып жүрген құлдарды көрсе, есіне барып сатып алады екен. Содан құлдар бір-бірінен естиді, сонымен бәрі мешіттің ішіне тартылады бәрі. Абдулла не істеп жатыр екен? Барған адамды азат ет екен. Содан адам көбейіп кеткен соң, Абдулланың жолдастары келіп Абдуллаға ақыл айтпақшы болды. Абдулла, бұлар Құдай үшін келіп жүрген жоқ. Бұлар Алла разылығы үшін келіп жүрген жоқ. Сенің көзіңе түсу үшін келіп жүрмін жерге деп. Абдулла мынандай сөз айтқан: біз Алла разылығы үшін алдануға разымыз деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан хадисіне тағзым көрсету, шариғатқа тағзым көрсету. Абдулла одан не болған жоқ? Жаман болған жоқ. Радиаллаху анхума. Бишр ибн Хафи деген атақты әулие болған, білесіз ба? Естігенсіздер ме? Бишр ибн Хафи деген, жалаң аяқ Бишр деген. Бұл Бишр нағыз не болған? Күнәһардың өзі. Сөйтіп жолда бір күні келе жатса, бисмилля жазылған бір қағазды көрген. Оны жерден көтеріп, маңдайына қойып, әлге иіссулар жағып, бір үлкенде жоғарылау биік жерге қойған. Сол түнде, ұйықтап жатқан түнде, түсінде мынандай аян келген: сен менің атымды әдемі иіссумен орадың, оған тағзым көрсеттің. Мен өзімнің құдіретіме ант етейін, бұдан былай сенің атың екі дүниеде құрмет көреді. Сенің атың екі дүниеде. Екі дүниеде. Бишрді кітап оқыған мұсылманның бәрі біледі. Бишрдің кім екендігін. Бишр ибн Хафи деген атақты. Бұл нені көрсетеді? Тағзымын көрсетеді. Қараңыз. Дәл осы уақиғадан кейін Бишр оянған, тәубе етіп, шынайы құл болған. Осыдан бастап Бишрдің аты шыққан. Бишр деп. Кішкентай ғана неге құрмет көрсеткен? Бисмилля деген жазылған қағазға құрмет көрсеткен. Алла қазір бізді Чапаевкадағы мешітте Бишрдің атын атап отыр. Соның уақиғасын айтып беріп отыр. Атының мәңгі бақи қалатындығы сол. Түсіндіңіз ба? Әйтпесе Бишрді кім таниды мысалы? Бишр қайда, біз қайда? Арада қаншама ғасырлар бар. Бірақ Алла оның атын қалдырды. Не үшін? Алланың бұйрығына тағзым көрсеткен үшін. Қазіргі заманда да олай мұсылмандар кездеседі. Бір мұсылман жігіт автобусқа келіп шопырға айтады дейді, жолда келе жатып. Намаздың уақыты кірді. Тоқташы еткен, мен намазымды оқимын. Шопыр айтқан: қаза ете салсай деп. Қаза ете сал, кейін оқи саласың ғой деп. Сөйтсе әлгі мұсылман айтады дейді: сен қаза ете алмайсың ба деп. Сен машинаңды қаза ете алмайсың ба деп. Машина айдауыңды қаза ете алмайсың ба деп. Кісі ешқашан өзінің құлшылық жасағандығынан ұялмауы керек. Түсіндіңіз ба? Қайталап айтамын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям намаздың уақыты кіргенде ешкімді танымай кететін. Ешкімді танымай. Ол маған да қатысты, саған да қатысты. Оны мен де істеуім керек, сен де істеуің керек. Алланың бұйрығын орындауда. Оны неге салмауымыз керек? Ұзатпауымыз керек. Күнделікті ісімізде береке болмайтындығы содан. Ең басы содан. Есіңізде болсын, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына мұсылман болады. Мынаған сәл жәрдем беріп жүрсек, сәл мұсылман болады
деген нәрсені білсе, одан ешқашан дүние аямаған. Вообще дүниенің бетіне қарамайтын болған. Сол Ақра ибн Хабиске де Уайд ибн Хисынға да 100 түйеден берген. Дәл сол оқиғада біреулер бір риуаятта ансардан деп айтады, бір риуаятта ол ансар емес, ансарларға келіп кірме дейді ғой қазақша. Содан болған бір кісі, кірмеден болған кісі не деп айтқан дейді. Аллахи, бұл олжа бөлісуде не болған жоқ? Әділдік болған жоқ дейді. Абдулла ибн Масуд бұны естіп, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға айтам деген. Сөйтіп барып айтқан. Өстіп айтып жатыр біреулер. Мына олжа бөлісуде не болмады деп, әділдік болмады деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не деген? Жүзі қызарып кетті дейді. Қызарып кеткен соң маған қарап айтты дейді. Алла Мұсаны рахымына бөлесін. Мұсаны. Мұса бұдан да көп қиыншылық көрген еді деп айтты. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзіне басына түскен қиыншылықты біреумен салыстырған. Басқа өзі секілді бір немен салыстырған, пайғамбармен салыстырған. Бұл айтып жатқан нәрсеміздің барлығы Алланың әміріне тағзым көрсету дегеніміз, егер тағзым біз көрсете білсек, Алланың рахымына ілігеміз. Себебі тағзым көрсете білгендер Алланың рахымына ілінгендер. Кім секілді? Абдулла секілді. Абу Бакр, Омар, Осман, Али секілдер. Сахабалар 5 аят үйренетін болған, 5 аят. 5 аят үйреніп, сонымен не істейтін болған? Амал жасайтын болған. Осы күнге дейін сіз жарайды, арабша білмейсіз. Имамға келіп сұрап көрдіңіз бе, мен Құдай маған не әмір етіп жатыр деп сұрадыңыз ба? Мен өз басым көрген жоқ, мен де имам болғанда маған бір адам келген жоқ. Мен жәннатқа кіргім келеді, сол үшін не істеуім керек деген адам көрген жоқпын. Аллахи көрген жоқ. Немесе маған келіп, немесе имамдарға келіп, білмеймін, өз басыма келген емес ешкім. Былай келіп, мынау Құранда Бақара деген сүре бар екен ғой, соның ішінде маған қатысты үкім бар ма? Деп айтқан адамды естіген жоқ. Бұл екі нәрседен туындайды. Я, бұл жүргендердің барлығы жәннатқа кіріп қойған гарантия деген қолдарында қағаздары бар. Сүйіншіленіп қойған. Я болмаса, надан, сауатсыз, оқпайтын адамдар. Алдында не күтіп тұрған? Екеуі ақ. Я бірінші вариант, я болмаса екінші вариант. Адамның, мұсылман адамның жаны ауыру керек. Құдай менен не қалайды деп. Қайтсем Құдайдың разылығына қол жеткізем деп ауыру керек, дерт болу керек, ішінде дерт. Бізде не жоқ? Бізде ең үлкен нәрсе дерт жоқ. Уайым жоқ, уайым. Есіл дертіміз дүние жинау. Тыпырлап жүгіріп дүние жинау. Усама бен Зейд қайтыс болды деген хабар Абдулла ибн Омарға жеткен. Біреу келіп хабаршы келіп айтқан. Дүниеден Усама өтті деп. Абдулла ибн Омар естігенде радиаллаху анху не деген? Алла оны рахымына бөлесін деген. Әлге келген хабаршы айтқан. Усама артына 100 000 дирхам тастап кетіпті деп, мирас ретінде. Сөйтсе Абдулла хабаршыға айтады дейді, рас айтасың. 100 000-ды Усама тастады ғой, бірақ 100 000 Усаманы тастамады. Түсіндіңіз ба сөзін? Рас айтасың, Усама 100 000 тастап кетіпті. Бірақ 100 000 оны тастамапты әлі. Сен екеуміз жанталасып үй соламыз. Мәшіне мінеміз, ақша табамыз, үйтіп-бүйтіп, жинап, өлеміз. Сөйтіп жүргенде өлеміз. Сен оны тастап кетесің, олар сені тастамайды. Олар сені тастамайды. Тастай ма? Тастамайды сені. Жағынан жабысып ешқайсы тастамайды сені. Әрбіріне істейсің, әрбіріне жауап бересің. Сол үшін үлкен ғалымдар айтады, бай кісінің 2 қасіреті бар дейді, үлкен. Біріншісі жиған малының қызығын көрмейді. 2, сол қызығын көре алмаған малдың есебін береді. 2-ші қасірет. Жинадың, не істедің? Ақылды кісі әлгі Абдулла секілді 1000 құл күң азат етіп кетеді. Абдулланың үйіне барғанда табиғиндар айтады,
үйіндегі затты мен есептеп шықтым, 100 дирхамға жетпейді. Үйінде былайша айтқанда ешнәрсе жоқ. Үйіндегі дүние неге жетпейді? 100 дирхамға жетпейді. А бірақ 1000 құл не қылған? Азат еткен. Көзі тірісінде өзіне пайдасы тиетін нәрсенің барлығын істеп кеткен, жасап кеткен. Дұрыс, бала шағаны ойлау керек, бала шағаның қамын жеу керек. Бірақ аздап өзіңде қамыңды жеп қой. Абай сол үшін айтады. Біреулер баланы дейді, Құдайдан бала сұрайды дейді. Есебі не? Артынан Құран оқысын дейді. Жақсы адам болсаң сен не, кім оқымайды сенің артынан Құран? Екі, сен өзің жасамаған істі дейді, балаң жасап береді деген әңгімені қайдан шығардың? Рас қой. Өзі көзің тіріңді атқара алмаған істі ана өсіріп отқан балаң атқарады, сенің атыңнан жасайды деген фантастика ғой. Сен өзің жасап көрмегенсің. Сен оны Құдайдың құзырында қабыл бола ма, болмай ма? Замақшари деген үлкен ғалым болған, үйленбеген. Тек артына не жазған? Бәленше кітап қалдырған. Сол Замақшари деген, неге үйленіп былай бала шағалы болмайсың деп. Оны не қыламын деп айтады. Ұрпағың саған дұға жасайды ғой деп айтады. Айтады, ұрпағымның қалай болатынын сен қайдан білесің? Жақсы бола ма, жаман бола ма, сен оны қайдан білесің? Мен одан кітап жазайын. Жазған кітаптарымның маған пайдасы точно тиеді, оған күмәнім жоқ. Және олар кітаптарым маған қарсы шықпайды. Менің мазамды алмайды. Балам өскеннен кейін менің бағына ма, бағынбай ма, ол тағы екінші үлкен бір не. Сондықтан бала шағаны қарай бағу керек, дұрыс, ол Құдайдың міндеті, шариғаттың міндеті, бірақ өзіңіз жайында не қылмаңыз? Ұмытпаңыз. Себебі өзіңіз үшін жақсылық жасауды сіз бастайсыз. Өзіңіз бастайсыз, өзіңізге керек нәрсе. Сондықтан ақылды кісі қазірден бастап өзінің ақыретте, біз қайда баратынымызды білеміз ғой шамамен. Кейбір адамдар ойлайды, шіркін бір өліп бір құтылсақ деп. Как будто ол жақта бір санаторий күтіп отқан сияқты. Санаторий күту үшін ол жақта не істеу керек? Оған дұрыс амал, іс-әрекет жасап кету керек. Түркияда мынандай мешіт бар, білесіз ба? Жеген сияқтымын деген мешіт бар. Жеген сияқтымын деген мешіт бар. Бұл адам кафе, тамақ, бір нәрсе тұсынан өтсе, иісін иіскеп айтады екен, жеген сияқты болайын жарайды. Киім алмайды, киім сатып алған бола салайын дейді екен. Сөйтіп сол ақшасын жинап мешіт салған. Мешіттің аты сондай. Жеген сияқтымын деген мешіттің аты. Сізбен біз үнемдесек талай нәрсе істей аламыз негізі. Мына психологтар не жүргізген екен? Зерттеу. Американдықтар байыса, машина сатып алады. Бірінші жұмыс. Екінші жұмыс, итальяндықтар қымбат костюм шалбарлар сатып алады екен. Бірінші ақшаны жаңа көбейе бастаған кезде. Біздің қазақтарда бар зерттеудің ішінде. Қазақтар ақшасы көбейген кезде кафеден тамақ ішеді дейді. Қазақтар кафеден шықпайды дейді. Бір несі, қалтасына ақшасына күрт өскен деген белгісі. Кафеде жүреді екен қазекеңдер. Рас қой. Рас, сондай. Біз кафеде жүреміз, бәріміз кафеде жүреміз ғой. Жағдайы бәрі кафеде жүр. Бұның барлығы не үшін айтып отырмын? Біреу бар, білесіз бе, Түркияда тағы да біреу бар. Шаштараз мешіт салып кеткен. Сон мешіті әлі күнге дейін бар. Шаштараз мешіті деп аталады. Шаштараздың мешіті деп аталады. Шаштараз қанша ақша жинауы мүмкін? Жинақтап істесе, демек не қылатын нәрсе? Болатын іс. Сол мешіт қирап қалғанға дейін оның сауабы не қылып тұрады? Оған барып тұрады. Көрдіңіз, ақылды адам. Көзі тірісінде өзіне керегін жасап кеткен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам керемет хадис айтқан. Кім дейді, кептердің ұясындай мешіт салатын болса дейді, Алла оған жәннаттан үй салады дейді.
Ғалымдар айтады, кептердің ұясындай деп пайғамбар саллаллаху алейхи айтып жатыр. Кептердің ұясына адам сыймайды ғой. Неге өйтіп айтады? Ғалымдар айтады, пайғамбардың айтқысы келген нәрсе, кім кептердің ұясындай мешітте бір жер ашып берсе, мынандай мұсылмандар оқиды ау деп, бір пайдасы тисін деп, сондай жерге көмегі тисе, Алла оған жәннаттан үй салады дейді. Бір шәші, кішкентай бір көмегі тисе. Солай. Дамаскта Мимар Синан деген атақты мешіт бар. Мимар Синан деген мешіт Дамаскта. Бұл Мимар Синан, ана Түркияға барсаңыз, Стамбулдағы үлкен мешіттердің бәрінің архитекторы сол. Ана тұрған үлкен мешіттің, 4-5 мешіттің. Жасы өте ұзақ болған. Халифаларға не салған? Мешіттер салған. Сулеймания тұрған мешіт сол кісінің несі салғаны. Сол Мимар Синан өзінің ақшасына не салмақшы болған? Қаражатына мешіт. Сол бір жақсы бір оңғайлы жер тауып, мешітті көтеріп жатқан. Мешітті көтеріп жатқан кезде мешіттің бригадиріне айтқан, салып жатқан бригадир, ешкімнен ешнәрсе алма. Бұл таза менің Алла разылығы үшін салып жатқан нәрсе. Қаражат жетеді, ешкімнен ешнәрсе сұрама. Бригадир салып жатқан, соны бір кемпір пайда болған, кемпір. Не деген бір кірпіш бар еді, соны қалап жерінде деген. Бригадир айтқан, сен білмейсің ба, бұл Мимар Синандікі бұл. Керек емес ешнәрсе. Қаражат түгел толықталып өтеліп қойған. Ана әйел қоймайды. Бір бұрышына қоя салыңдаршы сол кірпішті. Иә, сауап болсын. Сон бригадир әкешті көңілін қоймайды, қалап жүреді. Ертесіне Мимар Синан келеді, бригадир шақырып алады бері келді. Кеше бір әйелге осындай келіп кірпіш қалатты ма дейді. Бригадирдің жаны шығады. Я келді, қоймаған соң қалап жердік. Сол әйелді маған табасын дейді. Ана бригадир есі шығып іздеп жүріп, ақыры әйелді табады. Мимар Синанға алып келеді. Мимар Синан айтады, мен түс көрдім. Түсімде маған аян берілді. Салған мешіттің үшін саған бір сарай деп айтылды. Және де кеше бір мешіттіңе қалап кеткен, бір кірпіш қалап кеткен бір әйел бар, соған да бір сарай деп. Сол көргім келеді деген, сол кім екен, сен екенсің ғой, көргім келген еді деген. Бұл нені білдіреді? Тағы да қайталап айтам. Ақылды адам, саналы мұсылман өзінің ақыретін өзі дайындайды. Өзінің ақыретін қамын өзі жейді. Өзінің ісін өзі істейді, біреуге не қылмайды? Жүктемейді. Қолыңыздан не келсе, соны жасап қалыңыз. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады. Өздеріңді тозақтан дейді, жарты құрмамен болса да сақтап қалың дейді. Жарты құрма. Не жарты құрма? Не ол жарты құрма деген? Түк емес қой. Алла пайғамбар саллаллаху алейхи соны айтып отыр. Жарты құрмамен болса да өздеріңді тозақтың отынан не қылыңдар? Сақтаңдар. Ертең Құдайдың құзырына шыққан кезде де, Аллахым, сен өзің білесің, мен сенің разылығың үшін осыны істегенмін деп айта алатындай, басыңды көтеретіндей ісің болу керек. Бір ғалым жасады. Үйде ақшам бәрі таусылды дейді. Содан әйелім жағдай нашарлап кетті дейді. Әйелім айтты, үйде бір нәрсені сатып, бір нәрсе сатып әкелмесең, нан-пан жейтін бір нәрсе. Өлеміз аштан. Содан барып киімімді саттым дейді. Киімнің үстіңгі бөлігін саттым, астыңғы бөлігі қалды дейді. Сөйтіп оған не сатып алдым? 2 нан сатып алдым. Сол 2 нанды салып алып келдім дейді. Келесем бір әйел дейді, менен көмек сұрайды дейді, жәрдем берші деп. Нан болса да берші деп. Бергім ақ кеп тұр, бірақ үй естен шықпай тұр, айналып. Сол әйелдің жағдайы менен төмен шығар ау деп соны бердім саған деп айтты. 2 нанды бердім дейді. Сөйтіп үйге жетіп ұйықтап қалыппын, зор. Түс көрдім дейді. Түсімде періштелер менің амал дәптерімді ашып жатыр екен, сатырлады. Бір періште отырып алған, дәптердің үстіне отырып айтады, мынада дым жоқ қой деп. Ашып жатыр, мынада дым жоқ қой мынада. Жасаған бір жақсылығы жоқ деп. Бір періште, тоқта, мұнда бір 2 нан жүр деп. Бір нанның 2 сауабы жүр деп айтады. Тоқта деп айтады, бір 2 нанның сауабы бар деп. Түсіндіңіз ба? Сондықтан ойламаңыз, мен бай емеспін ғой, жаңағы. Ана Мұрат істесін, Мұрат бай ғой, шіріген бай, сол Мұрат өз үшін жауап береді.
ба сен өзің үшін жауап бересің. Сондықтан құрметті жамағат, қолдан келген жақсылық не қылмаңыз, қолыңыздан келеді, белгілі бір жақсылықтар жасау қолыңыздан келеді. Сондықтан соны жасаудан аянып қалмаңыздар. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين.